Саламатсыңдар ма балалар және ата-аналар? Бүгін біздер артикуляциялық жаттығулар орындайтын боламыз. Ең алдымен артикуляциялық жаттығулар дегеніміз не? Артикуляциялық жаттығулар бұл артикуляция аппаратының бұлшық еттерін шынықтыратын, оның мүшелерінің, яғни тіл, ерін, қатты және жұмсақ таңдай, тістердің қимыл қозғалыстарын жетілдіретін арнайы іріктеліп алынған жаттығулар. Жаттығуларды айнаның алдында орындаймыз. Ең бірінші жасайтын артикуляциялық жаттығуымыз сағат деп аталады. Сағат жаттығуын жасау үшін аузымызды ашып, тіліміздің ұшын ерніміздің екі жақ шетіне кезек-кезек алып барамыз. Ал келесі жаттығуымыз піл деп аталады. Аузымызды жауып тұрып, еріндерімізді алға қарай созамыз. Піл тұмсығын көрсетеміз. 10 секундтай ұстап тұрамыз. Ал келесі жасайтын артикуляциялық жаттығуымыз жаңғақ деп аталады. Жаңғақ жаттығуын жасау үшін аузымызды жауып, оңға солға тілдің ұшымен беттің бұлшық еттерін итереміз. Келесі орындайтын жаттығуларымыз жымию және түтікше деп аталады. Алдымен жымию жаттығуын жасайық. Аузымызды ашып, күлеміз, тістерімізді көрсетеміз. Ал келесі түтікше. Аузымызды жауып тұрып, еріндерімізді алға қарай созамыз. Осы жаттығуларды кезек-кезек орындаймыз. Ал енді ине жаттығуын жасайық. Аузымызды кең ашып, жіңішке тілімізді алға қарай шығарамыз. 10 секундтай ұстап тұру керек. Келесі орындайтын жаттығуымыз кесе деп аталады. Бұл жаттығуды орындау үшін аузымызды кең ашамыз, жалпақ тіліміздің ұшын үстіңгі түске қарай көтереміз. Бірақ тіл тіске тимеу керек. 10-15 секундтай ұстап тұрамыз. Тәтті тосап жаттығуы. Ең алдымен күлеміз, аузымызды ашамыз, жалпақ тілімізбен жоғары және астыңғы ернімізді жалаймыз. Кел балақай, тісімізді тазалайық. Ең алдымен күлеміз, аузымызды сәл ашып, тілдің ұшын оңға солға қозғалтамыз. Үстіңгі және астыңғы тістерімізді ішкі және сыртқы жағынан тазалаймыз. Жарайсыңдар, сау болыңдар.